Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика сабағы. Сабақтың тақырыбы ондық бөлшекті координаталық сәулеге кескіндеу. Ондық бөлшектерді салыстыру. 5-ші сынып 4-3-ші сабақ. 755-ші тапсырма. Ондық бөлшектерді салыстырыңдар. Яғни ауызша есептейміз. 6,2 мен 7,1. Яғни салыстыратын болсақ, 7,1 артық. 5,173, 5,169. 5,173 артық. 32,146 кем 32,148. 0,638 кем 0,648. Және келесі 0,971 артық 0,197. 10,215 артық 10,309. Келесі 756-шы тапсырма. Тең сандарды тауып, теңдік түрінде жазыңдар. 2,1 тең болады 2,100. 4,176 тең 4,760. 0,5 тең болады 0,500 тең болады 0,10,500. Және 10,900 тең болады 10,190 тең болады 10,9. 757. Суреттегі координаталық сәуледе А, Б, С және Д нүктелерінен қандай сандар кескінделген? А, Б, С және Д нүктелерінің координаталарын жазыңдар. А және Б, Д және С, А және Д, Б және Д нүктелерінің координаталарын салыстырыңдар. Енді қане көрейік. Сонымен А бізде 0,6, Б 1,3, С 2,4 және Д 2,9-ға тең. Енді салыстырып көрейік. Сонымен А Б-дан кем, Д С-дан артық, А Д-дан кем, Б Д-дан кем. 758-ші тапсырма. Берілген ондық бөлшекті оған тең ондық бөлшекпен алмастырып, нәтижесін теңдік түрінде жазыңдар. Енді қане көрейік. 5,10,000 тең болады 5,2. 86,10,500 тең болады 86,105. 0,100,000-9,300 тең болады 0,193. Және соңғысы 0,000,007 тең болады 0,007. 759-шы тапсырма. Жұлдызшаның орнына тиісті теңсіздік белгісін қойыңдар. Яғни артық не кем. 2,7 артық 3,6-дан. 0,4 артық 0,139-дан. 0,1 артық 0,199-дан. 8,130 артық 7,194-ден. 0,147 кем 0,5-тен. 5,121 кем 6,5-мен. 7,308 кем 7,312-ден. 14,901 кем артық 14,890-дан. 56,053 артық 51,983-ден. 760-шы тапсырма. Сандар тізбегінің қайсысында ондық бөлшектер өсу ретімен, қайсысында кему ретімен орналасқан? Біріншісіне қарайық, кему ретімен, екіншісі кему ретімен, үшіншісі өсу ретімен, және төртіншісі өсу ретімен берілген. 761 тапсырма.
Шамаларды онды бөлшек түрінде жазып, салыстырыңдар. Яғни 3,485 кем 4,80-нен. 8,61 артық 8,49-дан. 5,7 кем 7,5-тен. 6,310 кем 9,7-ден. 3 сағат 40 минут артық 2 сағат 50 минуттан. 26 минут 9 секунд кем 43 минут 16 секундтан. 762 тапсырма. Поездың айдың отырған вагонның алдында неше вагон болса, соңында сонша вагон бар. Егер айдың отырған вагонның алдында 7 вагон болса, поезда барлығы неше вагон бар. Енді көрейік, сонымен 7-ге 7-ні қосамыз, одан бірді азытамыз. Жаңағы өзінің отырған вагоны. Сонымен болады 13 вагон бар. Егер поезда 19 вагон болса, айдың нешінші вагонда отыр? 19-ға 1-ді қосамыз, бөлеміз 2-ге. Тем болады 10. Сонда айдың 10-шы вагонда отыр. 763 тапсырма. 1, 3, 5, 8 цифрларын және үтірді пайдаланып, мүмкіндігінше ең үлкен ондық бөлшекті, ең кіші ондық бөлшекті жазыңдар. Сонымен ең бірінші үлкен бөлшекті жазайық, ол 8,531. Ал ең кіші ондық бөлшек ол 1,358. 764 тапсырма. Жай бөлшектерді ондық бөлшекке айналдырып, алып сонан соң оларды өсу ретімен және кему ретімен жазу керек. Енді қарайық. Яғни өсу ретімен 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,8, 1,4, 2,6. Келесі 0,4, 1,5, 1,3, 1,3, 1,2, 0,7, 0,6. Яғни бұларды біз кему ретімен жаздық. 765. Жұлдызшаның орнына қос теңсіздікті қанағаттандыратындай цифрды қойып жазыңдар. Яғни бізде не болу керек? Есеп дұрыс болу керек. Тексерейік сонымен кәнеке. 3,735 кем 3,761. Кем 3,845. Екіншісі 0,889 кем 0,190-нан кем 0,191-ден. Үшінші 2,887 кем 2,896-дан кем 2,913-ден. Және соңғысы 7,672 кем 8,315-ден кем 9,111-ден. 761. Координаталық сәуледе А, Б, С, Д нүктелерімен кескінделетін ондық бөлшектерді өзара салыстырып, 6 теңсіздік құрастырыңдар. Енді қарап, бірінші А бізде 1,5, Б 2,2-ге тең, С 4,9-ға тең, және Д 5,15-ге тең. Енді салыстырайық сонымен. А Б-дан кем, Д С-дан артық, Д А-дан артық, Б С-дан кем, С А-дан артық, және Б Д-дан кем. 767. Ондық бөлшектерді разрядтары бойынша салыстырыңдар. Яғни, разрядтары бойынша салыстырамыз. Қараңыздар, 4,899 деп тұр, 4,9. Яғни, 4,899 артық. Қалғандарын дәл осылай салыстырып шығасыздар. 768. Сырт пішіндері бірдей 9 сақинаның біреуі жалған. Жалған сақина өзгелерінен ауыр, кіртастары жоқ табақшалы таразымен неше рет өлшеп жалған сақинаны табуға болады. Енді бірінші, 9 жүзікті 3-ке бөлеміз. Таразының екі жағына 3-3-тен жүзіктерді қойып шығамыз. Егер екеуі тең болса, онда өлшенбеген 3 жүзікті таңдап аламыз.
Егер екеуі тең болмаса, ауыр жағын таңдап аламыз. Яғни бұл бірінші өлшеу арқылы. Екінші, таңдап алынған үш жүзіктің екеуінің таразының екі жағына қоямыз. Егер екеуі тең болса, өлшенбеген жүзік жалған болады. Егер екеуі тең болмаса, онда ауыр жағындағы жүзік жалған болады. Сонда біз сіздермен екі рет өлшеу арқылы жалған сақинаны таба алады екенбіз. 769. Көлемі 1 см куб платинаның, мыстың, алтынның, күмістің және қорғасының массалары 11,3 грамм, 19,3 грамм, 21,5 грамм, 8,9 грамм, 10,5 грамм. Қай металдың массасы неше грамм екені белгісіз. Күміс мыстан ауыр, бірақ қорғасынан жеңіл. Алтын платинадан жеңіл, бірақ қорғасынан ауыр. Металдардың әрқайсысы 1 см кубының массаларын табыңдар. Енді пластина бізде 21,5 грамм, алтын 19,3 грамм, қорғасын 11,3 грамм, күміс 10,5 грамм, және мыс 8,9 грамм. 770 тапсырма. Саяхатшылар барлық жолдың 4-тен 1-ін пойызбен, 5-тен 1-ін автобуспен, қалған жолды катермен жүрді. Саяхатшылар жолдың қандай бөлігін катермен жүрді? Саяхатшылардың пойызбен, автобуспен жүрген, катермен жүрген жолдарын ондық бөлшек түрінде кему ретімен жазып көрсетіңдер. Сонымен қарайық, яғни бір бүтіннен азайтамыз 4-тен 1-ді. Азайтамыз 5-тен 1-ді. Себебі пойызбен, автобуспен жүрген жолдарды азайтамыз. Сонда те болады ортақ бөлімін келтіреміз 20. 20 азайтылған 5, азайтылған 4-тен 20-дан 11. Жауабы саяхатшылар жолдың 0,155 бөлігін катермен, 0,125 бөлігін пойызбен және 0,2 бөлігін автобуспен жүрді. 771. Автобус қаладан 56,5-2 км сағат жылдамдықпен шығып, 1 сағат жүрген соң сол қаладан жеңіл машина шықты. Жеңіл машина 2 сағатта автобусты қуып жетіп, одан 10 км қашықтыққа озып кетті. Жеңіл машинаның жылдамдығын табыңдар. Енді қарайық, яғни автобус 1 сағатта бізде 56,4 км жүрді, 1 сағатта. Енді уақытын табайық, сонымен 2 сағат және 1 сағат тең болады 3 сағат. Сонда автобустың уақыты 3 сағат екен. Енді ара қашықтықты табамыз. 56,4 көбейтілген 3 сағат жүрді ғой. Тең болады 169,2 км. Бұл автобус, яғни 3 сағатта жүрген қашықтығы. Енді 169,2 қосамыз, оған 10 км қашықтыққа озып кетті деді, машина. Ендеше 10-ды қосамыз, тең болады 179,2 км. Бұл машинаның жүрген жолы. Енді сұрақ, жеңіл машинаның жылдамдығын табыңдар. Сонда 179,2-ні бөлеміз 2-ге, тең болады 89,6 км сағат. Жауабы жеңіл машинаның жылдамдығы 89,6 км сағат. 772 тапсырма. Тең бөлшектерді тауып, теңдік белгісімен жазыңдар. 0,7 тең болады 0,700. 0,107 тең болады 0,000. 0,707 тең болады 0,10,007. 2,300 тең болады 2,3. 2,103 тең болады 0,2 болады мына жерде 2,000. Мына жерде 2,000. Қате кетіп қалған. Бірден дұрыстап кетейік. 2,030 және 2,303 тең болады 2,10,30. Келесі 773. Берілген үш санның қайсысы ең үлкен, қайсысы ең кіші? Қос теңсіздік түрінде жазыңдар. Енді міне яғни қарайсақ 0,186 кем 1,186-дан кем 18,16-дан. Қалғандарын да дәл осылай. Яғни ең үлкен қайсы, ең кіші, яғни қос теңсіздік түрінде көрсеттік. 774. Жұлдызшаларды теңсіздіктер тура болатындай етіп цифрлармен ауыстырыңдар.
Яғни біріншісінде 9, екіншісінде 0, үшіншісінде 9, төртіншісінде 9-ды қоямыз, бесіншісінде 9-ды қойдық, бесіншісінде 0, алтыншысында 9, жетіншісінде 0, сегізіншісінде 0 және 9-шысында 9-ды қоямыз. 775. Жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдырып салыстырыңдар. 1,185 артық 1,18-ден, 0,2 артық 0,115-ден, 9,145 тең 9,145-ден, 0,132 артық 0,125-ден, 3,4 кем 3,9-дан, 7,7 кем 7,175-ден. 776 тапсырма. Бірлік кесіндісі 5 см-ге тең координаталық сәуле сызыңдар. Координаталық сәуле бойында А 0,2 және С 1,9 нүктелерін белгілеңдер. Белгіледік. Енді А 0,2 нүктесінен 10 жаққа қарай ұзындығы 0,9 бірлік кесіндіге тең А, Б кесіндісін салып, Б нүктесінің координатасын жазыңдар. С 1,9 нүктесінен сол жаққа қарай ұзындығы 0,6 бірлік кесіндіге тең CD кесіндісін салып, D нүктесінің координасын жазыңдар. Сонда бізде B 1,1, D 1,3-ке тең. Қараңыздар. 777. Ондық бөлшектерді жай бөлшекке айналдырып алып, амалдарды орындаңдар. Яғни бірінші ретімен бірінші жақшаның ішіндегі амалдар орындалады, балалар, қараңыздар. Яғни амалдарды орындалу ретіне назар аударыңыздар. Сонда бірінші бізде амалдың мәні 1,4-тен 1-ге тең. Және екіншісі бізде 4-ке тең. Осымен оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.